Мен Шукаева Айымгүл, Көкшетау қаласы Сәкен Жүнісов атындағы номер 18-ші мектеп-лицейінің 9-шы Б сынып оқушысымын. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай ұйымдастырылған Абай оқулары онлайн байқауына қатысып отырмын. Абай Құнанбаев, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиынынан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы, айтушы мен тыңдаушының көбінадан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі хаят, хадис сөздің басы, қосарлы бәйет мысал келді арасы. Қисынымен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оны аласы. Мешіттің құтпа оқыған ғұламасы, мүнәжат уәлилердің зарын аласы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбір келгенше ғой өз шамасы. Өлең десе әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс жақсысын, қазақтың келістірер ай қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап, айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерден өлең қыпты жоқтан қармап. Қобыз бен домбыра алып топта сарнап, мақтау өлең айтады екен әркімге арнап. Әр елден өлеңменен қайыр тілеп, кетірген сөз қадірін жұртты шарлап. Мал үшін тілін безеп жанын жалдап, мал сұрап біреуді алдап, біреуді арбап. Жат елде қайыршылық тілеп жүріп, өз елін бай деп мақтар құдай қарғап. Қай бай мақтаншаққа барған таңдап, жиса да бай болмапты қанша малдап. Қазаққа өлең деген бір қадірсіз, бұл жырақ көрінедай солардаңдақ. Ескі бише отырман бос мақалдап, ескі ақынша тұрман мал үшін зарлап. Сөз түзелді ай тыңдаушы, сен де түзел, сендерге де келген енді аяңдап. Батырыңды айтсам, ел шауып алған талап, қызыңды айтсам, қызықты айтсам қыздырмалап. Әншейін күн өткізбек әңгімеге, тыңдар едің әр сөзін мыңға балап. Ынсап ұят, ар намыс, сабыр талап, бұларды керек етпес ешкім қалап. Терең ой, терең ғылым іздемейді, өтірікпен өсекті жүндей сабап.